аш қарап жүрейінші прайстан. Бір түйір қазақша жоқ екен. Қазақша прайс бар ма қыздар сендерде? Қыздар, правиласы да орысша. Бір қазақ тілін іздеген таба аламыз екен. Қазақша жоқ. Мына жерлерде қазақша болу керек шығар. Қыздар, қазақша прайс еш нәрсе жоқ па сендерде? Берші маған егер болса кіретін кезде бересіз. Оның жоқ па? Администратормен анақта кездесеміз ғой. Қазір қарап жүрейін. Мына түсіріп отқан ғой, қазақшасы жоқ екен. Негізі қазақ тілінде болу керек қой. Өкінішті, Қазақстанда тұрмыз. Бәрі орысша сөйлейді. Иә, бәрі орысша сөйлейді. Өкінішті сонысы. Нарада қазақша міндетті түрде болу керек қой. Мына жерде төбеде маңдайшаларда орысша. Шетелде жүрген сияқтымыз, немесе орыстарда шүлдірлік. Иә? Оларда түсіндей ма, түсінбейін дей ма? Қазақ па бірақ? Саналары мәңгүрт болып қалғандар ғонда. Мына жерде әкімшілігіне ескертем ғой қазір. Астананың төңірегіндегі анау Балқарағай деген демалыс орындамын. Өкінішісі жаңа ғана сырғанағында болдық төбеден. Прайс деп тұр. Бағамдар қазақ тілінде жоқ, бәрі орысша, ережелері де солай. Жаңа өздеріңіз айтып отқан, жаңа өздеріңіз естідіңіздер. Инструкторлерінің өзі жаңа қазақша түсінбеймін деп айтады дейді, және оның ұлты өзге ұлт емес, қазақ. Өкінішті қазір мен әкімшілігіне бар жатырмын, олармен сөйлесіп көрейін, мүмкін бұл олқылықты олар. Мүмкін жөндер осыдан кейін. Қазір мына жақта да түсірейік. Мынаны қараңыздар, тағы да атпен серуендеуге байланысты. Бұл да бір түйір нарада қазақша әріп жоқ. Құдай бір ат деген сөз болса екен оқырғанда. Балқарағай деп тек қана латынша жазылып тұр. Мына жақта. Нелерінде қыздар қазақшасы бар ма? Иә, бар. Қане? Қайдан көруге болады енді? Жоқ қой мына жерде. Сізге басаңыз, сізге қазақша шығып береді. Жоқ, мына жерде ілініп тұрған жоқ қой, иә? Иә, ілініп тұрған жоқ. Сол ғой маған маңыздысы. Балқарағайдың кеңсесіне қарай келе жатырмыз. Мына жерлерде әдемі жерлер бар екен, бірақ енді көрейік. Енді келіп тұрмын тағы да. Орысша, қазақшаны іздеп. Енді ағылшынша. Мына жақта енді жалпы ақпараты қазақша бар екен, оған да шүкір әйтеуір. Қазақ тілі жетім болған өз елінде. Менің есімім мен тұрғатында, мен өзім Рауанмын, Қызылордалықпын. Қазақша сөйлей берсей ме? Қазақша сөйлеп тұрмын саған. Иә, айта беріңіз. Қазақ жігітсің ба сен өзің? Жоқ. Ұлтың қандай? Басқа ұлт па? Мен ұйғырмын. Ұйғырсың ба? Қазақша? Иә, айта беріңіз. Мен мынандай болып тұр да, қазір барам қай жерлерге де, ақпараттың бәрі орыс тілінде болып тұр. Негізі тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңның талабына сәйкес ақпараттардың бәрі дерлігі міндетті түрде қазақ тілде болу керек. Қазір мен мына прайс па, нелер мына жерде тұрған ақпаратты ашайықшы қазір, қараңызшы. Неге қазақша жоқ мінекей, қарашы. Атың кім, бауырым? Бек па? Қараш, Бек. Бұл біз Ресейде тұрып жатқан жоқпыз ғой, былайынша келгенде. Иә, бәрімізге белгілі Қазақстанда тұрып жатырмыз. Және Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілі. Бұл тіл туралы заңның талабына сәйкес. Мынаны қара, мына жерде бірде-бірінде. Екінші официальный тіл рус тілі білесіз ғой, иә? Иә, қара. Ол ресми тіл. Оны мемлекеттік тілге теңестірудің қажеті жоқ. Мемлекеттік тіл бізде біреу ғана болды. Басқа тіл жоқ бізде, бір-ақ тіл ғана ше. Мен сені түсіріп жатырмын. Сен өзіңді администратормын дедің ғой, әкімші дейік оны. Мына жерде енді неге қазақ тілінде жоқ? Бұл біріншіден мен айтып, тіл туралы заңды бұзу, сосын тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң бар. Соның талаптарын өрескел бұзу болып табылады. Мен енді бұл жөнінде шағым жазам. Қазір маған сен қағаз берсең, мен осы кезде соны аты жөнін бәрін жазып, сен өздеріңе тапсырып кетемін. Сосын сендер оған маған 10-15 күннің көлемінде жауап бересіңдер, және осылардың бәрін ретке келтіресіңдер деп ойлаймын. Келтірмеске енді біз қазір уже заниматься етіп. Қашаннан бері? Уже вот бір 3-4 күн болып қалды. Жақсы. Балқарағайдың ашылғанына қашан ашылды? Маған сол ақпаратты бере аласыңдар ма? Маған жаңа бизнес сәйкестендіру нөмір дейді. Сол күннен бастап болу керек сендерде негізінде. Мен қазір мүмкін айтуларың мүмкін, өтірік патриот, анау-мынау деп мәселе онда емес. Мен тек қазақ тілінің тапталып жатқанына жыным келіп тұр да, оны таптап жатқан өзгелер емес, өзіміздің қазақтар, қазақстандықтар. Шетелден келіп біреулер ашып жатқан жоқ. Балқарағай Қазақстандікі, Қазақстанның несі емес пе? Заң тұлға қазақстандық тіркелген. Неге қазақша емес? Сосын не істемей ақ қойыңдар, жаңа ресми тіл орыс тілі анау-мынау деп, ол ұлтаралық тіл, иә.
ұлтаралық тіл. Бірақ қазақта түсіну керек қой оны ше бәрі. Жинақ қойыншы мені. Не істейміз? Маған қазақша бірдеме бересің ба? Жоқ қой сендерде сондай, иә? Жоқ, қазір жоқ. Құрылған қай кезде құрылды Балқарағай? Қай жақта бар ақпарат, сол қарай берсең. Мынаны қараңыздар. Мынау ақпараттық брошюралар дейді ғой. Бұлардың өзі қазақ тілінде болу керек ме? Неге біз сондаймыз? Басшылық шақыра аласың ба? Қазір басшылық бар ма осы жерде? Қазір біз бәрін қазақ тілінде үйренеміз. Қанша уақытта істейсіңдер оның бәрін? Мен қазір бүкіл мінекей қараңдар, мына жерде мына өрлер ғана қазақша тұр сендерде. Мінекей не өрлер? Демалыс аймағының картасы жөнінде ғана. Қалған ақпараттар, ережелер. Мен мысалы үшін орыс тілін түсінбеймін ал. Менің балдарым түсінбейді. Онда ол ережелерді ол қалай түсінеді орыс тілінде, айтшы маған. Бұл бір. Екіншіден заңды кәдімгідей өрескел бұзып тұрсыңдар. Басшылық бар ма, мүмкін сөйлесем басшылықпен, осыған қателікке жол беріп тұрған демалыста ма? Маған енді қағазыңды бер, мен қазір осы жерде өтінішімді жазып кетейін. Арыз жазып кетейін. Ол маған не кітаптарын бәкші көрейін. Бұның өзінде қарашы енді. Қағаз книга отзыв дейді, бұның өзі орысша болып тұр. Жоқ, маған бөлек қағаз беріп, мен ресми түрде тапсырып кетейін да, ақпарат берсең, мен соған жазып тапсырып кетейін. Сосын маған несін бер, бизнес сәйкестендіру нөмірін, Балқарағай қайда тіркелген бәрін анықтап алайын. Сосын маған сосын жалпы менюді бере аласың, мыналар ғой бәрі, иә? Мұның бәрі орыс тілінде, иә? Қазақша емес, иә? Бек қазір онда мен өзің нөміріңді алайын, басшылықтың бәрімен байланысайық, осы мәселені бәріміз бірігіп шешейік, қазақша түсіндім, иә? Сол нөмірмен байланысып тұрған. Мынандай арыз жазып қалдырып жатырмын, қараңдар, Самат. Мен Балқарағай аумағында қазақ тілінде ережелер, қызмет бағалар және өзге де ақпараттар жоқ екен. Аңғардым деген ғой. Бұл заңды бұзу болып табылады. Қазақ тілін қандай қолдануға шектеу жасау болып табылады. Тіл туралы заң мен тұтынушылар құқығын қорғау туралы заң талаптарын бұзу болып табылады. Осы мәселені шешуді талап етіп тұрмын. Мынаны қазір осы кезде қабылдап алса, иә? Мен қазір өзімде суретке түсіріп алайын. Кім қабылдап алады бұны? Самат? Қабылдап алсын, соны шешейік. Енді 15 қаңтарға дейін. Саматжан 15 қаңтарға дейін шеш деп тапсырып жатсың ғой сен, иә? Ақша бөлінген екен деп тұр бұл жобаға. Балқарағайдың құрылғанына қанша уақыт болған? Біз енді наларды енді ғана жасап жатырмыз ғой. Осы 3-4 жыл. Самат енді не істеші, алшы қолыңа. Енді өзің жүрген кезде мынау деген енді ұят қой бізге. Самат, өзің түсіре берейін еді, мен өзім группаласым екен. Бірге оқығанбыз Казгевадан. Тамаша жігіттерің, өзім жақсы көрген жігіттер болды. Сол кезде қазақ тілін жыртып жүрген. Енді кеп мына мәселелердің бәрін шешуді қолға алып жатыр. Сонымен Бекке де рахмет. Ал енді табайық, ананы тіркейік, сөйтіп алайын да, мен суретке түсіріп алып кетейін. Сен қабылдап алды, қабылдап алдым. Мен сол суретке түсіріп алайын, сен қабылдап алғаныңда. Қай жерлерге қабылдап алды? Маған сосын анадан телефондарыңды жазып берсең бір жерге. Енді келгенде тек қана қазақша болып кетсе тамаша болушы. Мінекей енді арызымды тапсырып, демалыста жүріп арыз жазып жүрміз ғой. Қазақ тілі үшін істемейміз енді. Жаман намысыма тиді, менің қазақ тілінде бір ақпарат таба алмағаныма. Енді осымен мәселені шешеміз деді. Енді өзгелерге де сабақ болсын. Санамызды қапастан шығарайық ағайын. Қазақ тілін құрметтейік. Жақсы ағайын. Балқарағайда болып, қазақ тілінің тапталып жатқанын көріп, жаным ашып, өртеніп келдім. Сөйтіп енді отырып, осы Балқарағайдың сайтын көрейінші деп кірмеймін бе? Сөйтсем ол сайтында да қазақ тілінде орын жоқ. Қазақ тілі жоқ. Қазақ тілі таңдау мүмкін емес. Бәрі орыс тілінде ақпараттың. Бұл барып тұрған біздің қазақ тіліне жасалып жатқан кесірлік емей не мұны? Басқаша қалай түсінуге болады? Басшылығын айтып кеттік. Басшылығы өзіміздің таныстар, мен өзім курстас жігіттерім екен, бәрін шешеміз деді. Көреміз енді қалай болатын. Бірақ енді Астананың төрінде, қазақ елінің астанасында қазақ тілінің осындай құрметсіз болуы тек қана Астананың қазақтарына емес, бүкіл өзге өңірлерден келетін сол Балқарағайға барып, қазақ тілінің тапталып жатқанын көріп, үнсіз тымырайып кетіп жатқан әрбір қазаққа сын. Біз қазақ тілінде үнімізді шығармасақ, онда орыс тілімен бізді тұншықтыра береді. Біздің санамыз меңіреу болып қала береді. Біз неткен сормаңдаймыз. Мәселені шешеді деп ойлаймын енді.